Жасым толық 25-те, жалпы мамандығым инженер-связист. 2002 жылы маусым айының 3 күні дүниеге келген болатынмын. Жұмыс жасап жатқан сфера, менде құрылыс сферасы, оның ішінде архитектура және де дизайн мамандығы. Мамандығым биология пәнінің мұғалімі. Қазіргі таңда магистратурада менеджмент және бизнес управление бағытында білім алып жатырмын. Онда да отказ алдым мен. Және де көліктің номерін байқап қалдым. Оны өзім параққа жазып алып, біліп алдым кімнің көлігі екенін. Сонымен екінші күні мен кездесуге шақырдым. Екінші күні кездесуге шақырғанда да отказ алдым. Барынша тырысайын, до конца тырысайын деп, соңғы екінші кездесуге шақырдым тағы да. Және үшінші кездесуде біз бір-бірімізге уәде бердік, және ұлан өзінің ойын ашығын айтып, болашағын менімен құрғысы келетіндігін білдірген болатын. Келді, таныстық, сөйлестік. Маған ең басты ұнағаны ашық мінезді, өте қарапайым қыз, және де өте ибалы, иманды, көркіне мінезі сай, өте қылықты ару. Сабырлығы, ұстамдылығы, және де өзінің ер адам ретінде сөзде тұратындығы өте қатты ұнады, және де әлі күнге дейін сол қасиеттері арқылы оны сыйлаймын, құрметтеймін, жақсы көремін. Қарайбыз. Өзімнің екінші серігімді таңдаған кезде оның кемшіліктері болсын, артықшылықтары болсын, бірдей барлығын жақсы көруге тырысасың, және де мен оны барлық қасиеттерімен жақсы көремін. Бір сөзбен сипаттайтын болсам, енді бір сөз жеткіліксіз болады деп ойлаймын. 3-4 сөзбен сипаттайын. Құдайдан құлшылық жасап сұрап алған менің жан жарым. Ұлан негізі мақсат қоя алатын жандардың бірі, және мен де сондаймын, сондықтан екеуміздің арман мақсаттарымыз көп. Бұйырса соның барлығы жүзеге асады деген ойдам, әрине бірінші Құдайдың қалауымен. Ұлан екеуміздің махаббатымызды сипаттайтын Мұхтар Шахановтың бір сөзі, енді махаббат дегеніміз екі адамның сана биігінде жолығу дейміз ғой. Біз үнсіз, яғни сөзсіз бір-бірімізді түсінгендіктен, махаббаттың сөзі мен үшін осы бір қысқа ғана сөзбен ғана жеткізгім келеді.